Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының көрермендері. Бүгін сіздерге каналымыз ең атақты, ең жойқын, тарихта варварлар деп атағымен қалған ең алпауыт тайпа ғұндар туралы мәлімет бермекшіміз. Ғұндар біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші және біздің заманымыздың 4-ші ғасырларында өмір сүрген тайпалар. Олардың ең алғашқы мекен еткен жерлері Қытайдың солтүстігіндегі Байкалдан Ұрдысқа дейінгі аралықта құрылған бірлестік. Олардың атауы тарихта Хунну, Гунрун, Хунью деген атаулармен кездеседі. Қытай деректерінде тиісінше осы ғұндардың ең үлкен басшысын Шаньюй деп атайды. Шаньюй біздің тілде Тәңір құты деп те көрсетіледі. Өйткені олардың негізгі діні Қытай деректері бойынша Тәңірге табынған болады. Осындай үлкен қызметті атқарған Тәңір құтының қол астында бүкіл басшылықтың барлығы шоғырланды. Тіпті осы Шаньюйларды кейіннен әсіресе Аттиланы Құдайдың қамшысы, Құдайдың жазасы, аспан салтаттылары деп те атаған екен. Осы атауларға қарап Шаньюйдің қаншалықты құдіретті болғандығын білуге болады. Шаньюйдан кейінгі мемлекетті басқарушы адамдарды түменбасылар деп атады. Түменбасылардың қызметі Шаньюйдің ұрпақтары еді. Олар қол астындағы 24 тайпаның әрқайсысын жеке дара басқарды. Түменбасы деп аталу үшін олардың қол астарында 10 мыңнан астам атты әскер болу керек. Яғни сонда ғұндардың жалпы әскерінің саны 240 мыңнан асады деп болжамдалады. Түменбасылардан кейінгі абыройлы тұлғалар олар тайпаның ақсүйектері. Тайпа ақсүйектері жиналысы жылына 3 рет жиналады. Ол жерде негізгі шабуылдардың барысы, тайпалардың арасында болып жатқан әлеуметтік қайшылықтар сияқты сұрақтар шешіледі. Шаньюй әскерін басқаруға оңай болу үшін 3-ке бөлді: сол қанат, оң қанат және орталық деп. Барлық әскерлерге ортақ тәртіп ол ерлер жасаққа тіркелуге, әскери жаттығулармен шұғылданып, жебелі садақ, қылыш пен найзаны алып жүруге тиісті болған. Егер де кім осы қару-жарақтарының біреуінсіз келетін болса, ол жиналысқа қатыспайтын делінген. Ғұн тайпаларына ең үлкен көп өсірілген жануар ол жылқы, әсіресе ол көлік ретінде де, азық түлік ретінде де және бағуға оңай ретінде де қолданылды. Және ғұндар дөңгелек іспетті киіз үйдің баспана етіп қолданды. Өйткені киіз үйді жинауға және оны кез келген уақытта шашуға, көшіп кетуге өте ыңғайлы. Тіпті ғұндардың шаруашылықтарында осы арба үстінде тиелген киіз үйлердің болғандығы да дәлелденген екен. Енді олардың атауларына келетін болсақ, жалпы ғұн тарихын зерттеген атақты тарихшы Эдвард Паркердің айтуы бойынша, ұлы дала өркениеттеріндегі көшпелі тайпаларды 2 мәдениет жағынан бөлуге болады. Олардың біреуіне ғұндар, түркілер, ұйғырлар кірсе, екіншілеріне Дунху, Сяньби, Ухуань және манчжур тайпалары бірігеді дейді. Бұлардың әр одақтың өзінің тілі, мәдениеті, салт-дәстүрлері өте ұқсас деп 2 топқа топтастырған болатын. Жалпы ғұн тайпаларының тарихы Цинь империясының тұсынан басталады. Біздің заманымыздан бұрынғы осы 3-ші ғасырлардың соңында Цинь патшалығы ұсақ бірліктерді біріктіріп империя құрады. Олардың басшысы Гао Цзу осы ғұндармен ұзақ жылдар бойы шайқасып, 300 жылдан артық шайқасты. Яғни 2 үлкен қағанат, 2 үлкен тайпа деп айтасақ болады, бір-біріне ұзақ уақыт күш беріспеді. Цинь империясының ғұндардан қорыққандығы соншалық, олар тіпті
ұзындығы 4000 километрге созылып жатқан, биіктігі 10 метрге жетіп, әрбір 10 метр сайын күзет мұнаралары қойылған Ұлы Қытай қорғанын салып алады. Бұл Ұлы Қытай қорғанының арқасында біз ғұндардың тарихының қаншалықты батыр болғандығын, қаншалықты қайратты, күшті болғандығын көруімізге болады. Ғұн тайпалары біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда осы Дунху тайпаларының бір бөлігін жаулап алып, өздерінің мемлекеттілігін құрды. Осы ғұндардың өте үлкен күшеюі әсіресе Мөденің тұсында күшейеді. Тіпті кейбір деректерге қараған кезде осы Мөде хан әулетінің императорына өз елшісін жіберіп тұрып, құдандалық қатынастарға орнатқысы келетінін айтқан. Ал Қытай ханшасы Мөдеге әйелдікке беріп, олар жыл сайын бағалы сыйлықтар жіберіп тұруға мәжбүр болған. Осы Қытай императоры Гао Цзу біздің заманымыздан бұрынғы 200-ші жылдары тыныштық пен туыстық деген шартқа қол қойып, Мөдемен құдандалық болған дейді. Бірақ осыменен олардың қарым-қатынастары түзеле кетпейді, әлі де шайқастар алдағы уақытта көп болады. Әсіресе тарих бетінде ғұн тарихын зерттеуші Лев Гумилевтің сипаттауында біздің заманымыздан бұрынғы 209 жылғы әңгіме жақсы зерттеледі. Бұл жерде дунхулардың патшасы ғұндардың жерін жаулап алудың барлық амалын жасайды, бірақ мүмкіндік болмағаннан кейін сылтау ретінде Мөдеге елшілік жібереді. Елшілік ең бірінші келіп, оның ең сұлу ханшайымын айттырып келеді. Мөде бұл айлаға көнбейді. Өзінің әйеліне ел тыныштығы үшін, бірлік үшін баруын сұрайды. Әйелінің де ақылдылығы соншалық, және оның еркінде де болған жоқ деп есептеледі. Осы дунхулардың қарамағында кете береді. Келесі дунхулар елшілік жіберіп, оның астындағы арғымақ атын сұрап келеді. Оның көмекшілері атын бермеуді, керісінше шайқасқа түсуін сұрайды. Сол кезде Мөде мынандай айтады: әйелім де, астымдағы атым да ол менің жеке иелігім. Кімге бергім келсе, соған беремін. Бірақ бұның барлығы халқымның амандығы үшін дейді. Деп дунхуларға өзінің сәйгүлігін беріп жібереді. Үшінші рет тіпті басынғандықтар соншалық дунхулар келіп, оның жерін сұрайды. Екеуінің арамызда жатқан жер ұлтарақтай болса да жеріңізді беріңіз. Біз ол жерге егін егіп, мал жаяйық деген кезде амалы таусылған және шыдамы да біткен Мөде: жер мемлекеттің негізі. Ол менің иелігімдегі меншігім емес, халқымның иелігі. Оның бір уыс топырағын да бере алмайды екенмін деп, бүкіл әскерін жеңіп, дунхуларға соғыс ашады. Біздің заманымыздан бұрынғы осы 209 жылы дунхуларды жеңіп, өзінің мемлекетін күшейтіп алады. Тіпті Керулен мен Онон алқаптарын мекендеген Сяньби және Ухуань тайпаларына бағындырады, және Юэжи тайпаларына да жорықтар жасайды. Осылай әскери реформалар арқылы ғұндар қуатты мемлекетке айналады. Енді осы жерде әбден амалы құрған хан империясы ғұндарды әскер жағынан жеңе алмайтынын білгеннен кейін олардың ортасына от жағады. Ғұндардың арасындағы 24 тайпаның бірауыздылығы кетіп, әрқайсысы өзінің хандығын сайлап екіге бөлінеді. Солтүстік ғұндар және оңтүстік ғұндар деп. Оңтүстік ғұндар өздерінің биліктерін жүргізе алмай хан империясына бірігіп кетеді. Солтүстік ғұндарды басқарып отырған Чжи біздің заманымыздан бұрынғы 55-ші жылы Мөде қайтыс болғаннан кейін билікке ие болады да Қазақстанның солтүстік өңіріне көшіп кетеді. Яғни бұл ғұн тайпаларының ең бірінші қоныс аудару кезеңі деп аталады.
ғұндар өте өркөкірек, өте ер жігіт болғандығы соншалық олар Рим империясында құлатқан атақты тайпалар. Енді видеоның келесі жалғасын салу үшін каналға